Мұсаның дүниеге келуі. Алла тағала Құранда Мұса пайғамбарды мысал етеді. Перғауынға бір балгер, израилдықтардан туылған бір бала сенің түбіңе жетеді дейді. Перғауын израилдықтардың барлық баласын өлтіре бастайды. Сонда Мұса туылады. Алланың қалауымен оны ешкім байқамайды. Шешесі баласының ертеңгі жағдайын ойлап қатты уайымдайды. Алла оған баласын сандыққа салып, өзенге тастауын бұйырады. Әйел Алланың мейіріміне тәуекел етіп, баласын өзенге ағызып жібереді. Алла оны Перғауынның алдына ағызып әкеледі. Перғауын мен әйелі оны судан тауып алып қуанады. Олардың баласы жоқ еді. Асырап алады. Бала қарны ашып жылайды. Сонда Перғауын сарайында жұмыс істейтін Мұсаның анасының сіңілісі: «Мен бір әйелді білем. Оның емшегін ешқандай бала қайтармайды» дейді. Перғауын ол әйелді сарайына алдырады. Сонымен анасы мен баласы табысады. Кім баласын Алла дініне тәуекел етіп берсе, Алла оған баласын аман-есен қайтарады. Кім баласын Алла діннен алыс ұстағысы келсе, айырылады екен.